Жалпы мақсаттағы бұлттық серверді құру. Бұлтты серверді құру үшін басқару консоліне өтіңіз. Бұлттық серверлер қызметін басып, содан кейін бұлттық жобаның атауын таңдаңыз. Серверлер бөлімін таңдап, жасау батырмасын басыңыз. Жоғарыда жоба атауы мен ID-інің жанында серверді орналастыру аймағын таңдауға болады. Әдепкі бойынша бұл Алматы, сондай-ақ Астана және Ташкент бар. Егер Ташкентті таңдасаңыз, серверіңіз физикалық тұрғыда Өзбекстан аумағында орналасады. Бірақ қызмет үшін төлем теңгемен есептеледі. Сервер атауын ойлап табыңыз, немесе ұсынылған нұсқаны қалдырыңыз. Конфигурация түрін таңдаңыз. Олар орындау архитектурасымен және ресурстарды бөлу моделімен ерекшеленеді, және әртүрлі тапсырмаларға арналған. Бұл бейнеде біз тек жалпы мақсаттағы серверді құруды қарастырамыз. Әрі қарай біз ядролардың саны мен жедел жадқа қатынасын таңдаймыз. Егер сізге жеке конфигурация қажет болса, біздің техникалық қолдауымызға тикет жазыңыз. Одан кейін операциялық жүйені және оның нұсқасын таңдаңыз. Нұсқаны таңдағанда, оның дұрыс жұмыс істеуі үшін қанша ресурстар қажет екенін ескеріңіз. Сіз өзіңіздің операциялық жүйенің кескінін алдын ала жүктей аласыз. Ол менің кескіндерім қойындысында пайда болады. Енді дискілер. Әдепкі бойынша жүктеу дискісі жасалады. Онда операциялық жүйе орналасады. Сіз жүктеу дискісінің түрін таңдай аласыз. Дискінің 4 түрі бар. Олар оқу және жазу жылдамдығымен ерекшеленеді. Түрін таңдаңыз және оның өлшемін көрсетіңіз. Осылайша, кез келген мөлшерде қосымша дискілерді құра аласыз. Жалғастыру батырмасын басамыз. Жергілікті желіні орнатамыз. Ыңғайлы болу үшін әдепкі желіні таңдаңыз. Мұндай желі бір инфрақұрылым ішіндегі құрылғылар арасындағы байланыс үшін қажет. Сервердің интернетке қол жетімділігі болу үшін қалқымалы IP адрес қолдану батырмасын басыңыз. Қалқымалы IP виртуалды машина құрылғаннан кейін автоматты түрде қосылады. Келесі қауіпсіздік топтары. Бұл кіріс және шығыс трафикті басқаратын виртуалды firewall. Әзірге барлығы рұқсат етілген тобын таңдаңыз. Қалғанын басқа бейнеде баптаймыз. Серверге SSH кілті арқылы кіруге рұқсат береміз. Егер сізде кілт болса, оны жүктей аласыз. Немесе сіз жаңасын жасай аласыз. Ол автоматты түрде құрылғыға жүктеледі. Егер құпия сөзбен қолданғыңыз келсе, серверде интернетке қол жетімділік болуы қажет. Сервердің құпия сөзін аккаунт тіркелген кезде көрсетілген электрондық поштаға жібереміз. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Мұнда кеңейтілген баптаулар мүмкіндігі бар, бірақ қазір бізге ол қажет емес. Резервтік көшірмені келесі бейнеде бөлек орнатамыз. Жалғастыру батырмасын басып, бұлтты сервер параметрлерін тексеріңіз. Виртуалды машинаның жалпы құнына назар аударыңыз. Егер бәрі дұрыс болса, сервер құру батырмасын басыңыз. Ол 10 минут ішінде дайын болады. Статус актив болып өзгереді. Құттықтаймыз, сіз бірінші бұлттық серверді жасадыңыз. Келесі бейнеде резервтік көшірме кестесін орнатамыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет.